Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажеттілерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз Қабатулланың қабырғаларына тисін. Астанада аз қамтылған балаларға мектеп тауарлары тегін беріледі. Акцияның мақсаты оқушыларға кеңсе тауарлармен көмек көрсету. Астанада жылдағы қалыптасқан дәстүр бойынша мектепке жол жалпы республикалық қайырымдылық акциясы басталды. Акция шеңберінде Байқоңыр ауданы әкімінің аппараты Жаннұр аймақтау сауда орындары мен тұлпар жиһаз орталығының маңында мектепке жол акциясына арналған жәшіктер орналастырды. Байқоңыр ауданының әкімі Ерлан Жаулыбаевтың айтуынша, акцияның мақсаты аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан балалар, жетім балалар, ата-ана қамқорлығынсыз қалған, эксклюзивті білім алатын балаларға кеңсе тауарларымен көмек көрсету. Арнайы жәшіктерге қаламыздың әрбір көмек қолын білдіргісі келетін азаматтары мектепке керек құрал-жабдықтармен толтырып кішкентай бүлдіршіндерімізге көмек көрсете алады. Акция аясында былтыр Байқоңыр ауданы бойынша 1000-ға жуық бүлдіршін кеңсе тауарларымен толтырған мектеп сөмкелерімен қамтылды. Биылда игі науқан аясында мүмкіндігінше көп бүлдіршіндерді қамтуға ниеттеміз деп хабарлады Байқоңыр ауданы әкімдігінің баспасөз қызметі. Байқоңыр ауданында басталған бүгінгі акцияға алғашқы болып Астана қаласы мәслихатының төрағасы Ерлан Каналимов бастаған мәслихат депутаттары мен ерікті меценаттар қатысып, арнайы құрал-жабдықтарға толы сөмкелер салды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.